көзді жаңа GPT-ге айттым да, көзді iPhone 16 мен салыстыршы дедім ғой жаңа. Сөйтсем айтады да iPhone 16-ның ең қазіргі соңғы нұсқасында камерасының түсіру мегапикселі 48 екен да. Одан асалмаған екен. Көздікі 575 дейді. Алланың құдіреті, иә. Сондай жаңағы көздің өзі және саусақтың ұшы биометриялық паспорт екен ғой. Қазір мысалы жаңағы қажылыққа барғанда байқаймыз, иә, жаңағы саусағымызды қоямыз немесе көзімізді жаңағы не қылады, жаңағы биометриялық паспорт дейді. Осылардың өзі бір таңғалатын нәрсе сияқты. Және Алла тағала күн мен жаңа ақиқатында аспандардың және жердің жаратылуында, түн мен күндіздің ауысуында ақыл иелері үшін белгілер бар деген ғой. Осы ақыл иелері деген бағана өзіңіз айтқан ғалымдар ма, әлде бұл кеңірек мағынаны қамтый ма? Жалпы бұл жерде ақыл иелері деген жалпы адам баласын айтып отыр. Адам баласын. Сен шын мәнінде ақылдымын десең, шын мәнінде парасаттымын десең, анау жаңағы жануарлардан, хайуанаттардан сен артық болсаң, онда саған үлкен осы мынау жаратылыста ғибрат бар, сен үшін үлкен пайдалы сабақ бар. Сен шын мәнінде ақылды болатын болсаң, онда Алла тағаланың құдіретін бұл жаратылыстан көрмеу мүмкін емес деп тұр. Ал оны көрмеген адам, демек ақымақ деген сөз. Көрдіңіз бе? Көз бар, бірақ көрмеу деген. Иә, ол ақыл, ақыл. Лахум құлубун яқилуна биха дейді Алла тағала Құранда. Олардың сол жаңағы онымен ақылға келетін жүректері бар деп келеді. Мынау ақылдың негізгі отаны, орны жүрек екен. Көрдіңіз бе? Яғни біз мынау ақылымыз, мынау басымызда миымыз бар, бірақ ақыл жүректе болады дейді. Яғни кімнің жүрегі шын мәнінде көкірек көзі ояу, кімнің жүрегі ояу, тірі, сол демек Алла тағаланың құдіретін көре біледі жаратылыстан, Алла тағаланың ұлықтығын тани біледі, және Алла тағаланы мойындайды.